көбейткіштерге жіктеңіздер дейді. Қысқаша көбейту формулаларын пайдалана отырып, қосылғыштардан көбейткіштерді жіктеуді жалғастырамыз. 143-ші есепке қарап тұрсақ, яғни x-тің 8-ші дәрежесі. X-тің 8-ші дәрежесі қосылған x-тің 4-ші дәрежесі қосылған 1. Біз егерде а квадрат плюс 2 еселенген а, б плюс в квадрат болса, біз бұндай 3 мүшеден 2 мүше жасай аламыз ғой, а мен бұның квадрат, қосындысының квадраты деп. Бізге мына жерде 2 еселенген жетпей тұр. 2 еселенген. Бұл 2 еселенген жеткізу үшін біз тағы да бір x-тің 4 дәрежесін қосып жіберіп, сол қосқан санымызды сразу алып тастауымыз керек. Мынау, яғни мына екеуі қосылып бізде x-тің 4 дәрежесіне x-тің 4 дәрежесі қосылса, бізде 2 еселенген x-тің 4 дәрежесі шығады. Сонда менде не болады? X-тің 8-ші дәрежесі қосылған 2 еселенген x-тің 4-ші дәрежесі қосылған 1. Алу x-тің 4-ші дәрежесі. Мына жақша менде, мына жақша мынандайғы формуланы жинақтаймын. Сонда менде x-тің 4-ші дәрежесі, яғни біз 4-ші дәреженің квадраты деген сөз ғой, x-тің 4-ші дәрежесінің квадраты. Плюс, ортасы плюс болғана плюс 1. Осының квадраты. Алу x-тің квадратының квадраты. Сонда x-тің 4-ші дәрежесі. Маған көбейткіш жасауым керек. Менде қазір қосылғыштар болып тұр. Яғни осыдан көбейткіш жасайтын болсақ, x-тің 4-ші дәрежесі плюс 1 алу x-тің квадраты. Неге дейсіз? Өйткені а квадрат минус б квадрат деген екінші формулаға салып жатырмыз. Квадраттарын айырамы деген. Бұл жағдайда а минус б өзі болушы еді. Мынау плюс жақша болып қалып жатыр. Мен оған тиіскен жоқпын. Екінші жақшамда менде а плюс б болатын. Мынау қойылған минус, мына екеуінің арасында. Екінші жақша менде x-тің 4 дәрежесі қосылған 1 қосыл x-тің квадраты болады. Осы екі жақшаға жіктедім. Міне менде көбейткіштер шықты. Так, енді екіншісін қарайық. Екіншісі тура сондай. Тура сондай екен. Қосқан санымызды алып тастасақ болады. X квадрат, Y квадрат, алынған X квадрат, Y квадрат дейміз. Сонда менде бірінші X пен Y-тің 2 дәрежелерінің квадраты, алынған X, Y-тің жалпы квадраты салайық. Енді осыны екінші неге салсамыз, X квадрат қосылған Y квадрат, алынған X, Y. Екіншісінде x квадрат қосылған y квадрат қосылған x, y болады. Мынау алдындағы сияқты, екі көбейту 1. 2 қосылған 1 деген неден тұрады? Бір аралары минус болғанда минус 1 саламыз. А куб минус 2а минус а минус 2. Шеген? Келмей қалады екен. Мына жерде бізде қазір минус шығып кеткен кезде, мынаның арасы плюс, мынаның арасы минус болып қалады екен. Жақсы, онда 4 азайту 1 десек деген қалады. Бара келеді екен. Оңғанда 4 азайту 1. Бұндай жағдайда 4 минус 1-дің алды плюс болады. Себебі менде минус 3 шығу керек. Минус 4 плюс 1 менде минус 3 береді. Сол себептен осында 2 коэффициентке бөліп тастадым. Сонда менде мына жерде аны шығарам. Тең. Мына жерде а квадрат алу
4. Мына жерде менде өзі ештеме шықты, просто өзінің жақшасы тұрады. Плюс қоямын арасына. А минус 2. Мына жақшаның ішінде бар жақша, иә, келісесіңдер ме? Олай болатын болса, а минус 2-ні шығарамын. Сонда не қалады менде? А көбейту а плюс 2 қалады. Сосын қосу 1 қалады. Мынаның орнында ештеме қалмады ғой, 1-ні көбейту деген сөз. Мынау а, сосын кейін мына жер екі жақшаға жіктелді ғой, қосынды мен айырмадан. Содан қосындысы қалып тұр. Қазір тең мына жақшаны кішкене реттеп кетейік. А минус 2 болады. Мына жерде а квадрат қосылған 2а қосу 1 болады. Мына жақша еще бізде тағы да бір жақшаны берейін деп тұр, иә? Квадраттардың жақшасын берейін деп тұр. Яғни мына жерде а плюс 1-дің квадратын беріп тұр. Ана жерде а минус 2. Осылай ықшамдап көбейткіштерге шектесек болады. Жауап мына жерде. Мына жаққа сыймай қалғаннан жанына жаздым. Ал енді 4-шіні өздеріңіз байқап көріңіздер.